қосымшасы және оның мүмкіндіктері туралы айтып беремін. eGov-Mobile бұл пайдаланушыларға мемлекеттік қызметтерді алу кезінде еркіндік пен ұтқырлықты қамтамасыз ететін, азамат пен мемлекеттік арасындағы өзара әрекеттесудің тағы бір ыңғайлы тәсілі. Қосымшаны мобильді азаматтар базасында тіркелген Қазақстан Республикасының кез келген азаматы қолдана алады. Қосымшаны пайдалану үшін оны Google Play, App Store немесе Huawei App Gallery арқылы телефонға жүктеу керек. Сіз қосымшаға ECQ немесе бір реттік пароль арқылы кіре аласыз. eGov-Mobile сізге ECQ-ны мүмкіндігінше ыңғайлы пайдалануға мүмкіндік береді. Қолданыстағы ECQ-ны 4 таңбалы пин-кодпен және құрылғыңыздың кіріктірілген биометриясымен байланыстырып, және бұдан кейін ECQ-ны таңдап, қызметтерді алу және авторизациялау сайын парольді енгізу арқылы алаңдамайсыз. Сондай-ақ eGov-Mobile мобильді қосымшасының өзінен ECQ алу функциясы бар. Қазір мен сіздерге eGov-Mobile қосымшасы арқылы қызметті қалай алуға болатынын көрсетемін. Алдымен қосымшада авторизациялану керек. Авторизацияланудың екі жолы бар. Бұл электрондық цифрлық қолтаңба арқылы немесе SMS арқылы. Мен екінші жолды таңдаймын. Ол үшін өзімнің телефон нөмірімді енгіземін. Және 1414 тен келген SMS кодын енгіземін. Авторизациядан өттік. Енді қосымшаның басты бетінде керек қызметті таңдаймыз. Мен соттылықтың бар не жоқ екендігін тексеріп көрейін. Ол үшін қызмет түріне басып, қызметті таңдаймын. Қызметке тапсырыс беремін және код енгіземін. Қызмет өңделуде. Бұдан басқа қосымшада цифрлық құжаттар деген бөлім бар. Бұл бөлімде сіздің барлық құжаттарыңыздың цифрлық нұсқалары орналасқан. Бұл құжатпен сіз QR код арқылы бөлісе аласыз. Немесе талап еткен жерге ұсына аласыз. Бұдан басқа қосымшада басқа сервистер де бар. Қызметтер тізбесі көрсетілген. Қызметтер туралы барлық хабарламалар келеді. Және сіздің жеке кабинетіңіз қолжетімді.